Армысыздар қадірменді қауым. Бұл видеоны осы болашақта жаңағындай ғарыш кемелерін жасайтын осы ғалымдар, инженер, құрылысшыларға арнап салып отырмын. Енді болашақта егерде өзім соны жүзеге асыра алсам, оған дейін өмір сүрсем, істеймін деп ойлаймын, енді мүмкіншілік болса. Ал былай болашаққа осы бейнені жазып отырмын. Және де біздің ұлттық ғарыш агенттігіне де осының бейнені жолдаймын деп айтса да болады. Бұл менің айтып отқаным жердегі қағазға салынған. Бұл болашақ ғарыш кемелерінің жаңағындай ең керек заты ол ауа, оттек ғарыштағы керек. Соны жаңағындай вакуумно-воздушный преобразователь десе болады, процессор десеңіз де болады. Оны ауаны вакуумнен ауа жасайтын процессор сияқты. Преобразователь соны жаңағындай зат алмастырып, вакуумнан зат алмасу арқылы ауа жасайтын құрылғы десе де болады. Ол егерде біле білсеңіз, бұл ғарышта ауа мөлшері әрине тым аз, бірақ бар. Бірақ көбісі ойлайды ғарышта ауа жоқ деп негізі. Бірақ негізі ауа бар ғарышта да. Бірақ ол өте мынандай одан да аз десе де болады енді. Бірақ соны қалай мына ғарыштық кемелерде сол ауаны мысалы олар жерден алады ғой, мысалы анау МКС болсын, не болсын, ғарыш кемелер ұшып жатыр, оған не ауамен толтырады, біле білсеңіздер. Сондықтан мынандай не жоқ. Ғарышта мысалы басқа планеталарға, басқа ғаламшарларға, мысалы басқа галактикаларға да ертең ұшатын ғарыштық кемелер жасалынады мысалға. Оларды мысалға ауамен қамтамасыз ету, мысалы, ол былай қарасаңыз өзімізде оттек қалмайды да, кислород. Егерде сол нелер қамтамасыз етсе кемелерді, сондықтан ондай дефицит пайда болмас үшін мен жаңағындай кішігірім осындай схема жасадым. Былай қарасаңыздар болады. Бұны мен тәңір шеңбері деп атадым, өйткені өзім тәңіршіл қазақпын. Тәңірге сенемін. Ата-бабаларым да тәңірге сенген, сондықтан осыны бір енді түсіме өзімнің бір аян болып көрінді ма, білмеймін, енді әруақтарым осыны қолдап жіберді ме екен, осы бейнені. Енді осы көрінді маған түсінде. Сондықтан осыны үстіп салдым. Жаңды неге тәңір шеңбер деп аталғаны, бұл жаңағындай көрсеңіздер, үсті жағы бұл аспан, адам жаңағы Құдай, жаңағындай солардың әлемі, амнау жаңағындай сол жақ астындағысы бұл не жер асты қойнауындағы жаңағындай әлемі, жер асты әлемі, оң жағында бұл адамдардың әлемі, жер үсті әлемі,
жануарлар әлемі жаңағыдай сол сөйтіп бөлінеді негізі. Былай сол бұл жерде былай мына көріп отқандай сол жағынан сол жақ беткейінен астындағы үшбұрышты көріп тұрсыз ғой, шеңбердің. Бұл жағынан үш фильтр қойылады. Үш фильтр жаңағыдай бұл тазартып, ішіндегі топырақ, қандай тас, мысалға метеорит, ең кішкентай бір тастар, жаңағыдай ғарыштан келетін мусордың бәрін, қоқыстың бәрін тазартатын фильтрлер. Және де бұл клапан арқылы вакуум кетеді. Вакуум кеткен кезде бұл арғарай мына оң жағына газ деп тұр. Бұл двигательдің несі, қозғалтқышы, мына кеменің основной двигатель дейді. Жаңағыдай бұл негізгі кеменің қозғалтқышы, сол арқылы газ жіберіледі. Газбен электролизированный жаңағыдай химический элементтер, жаңағыдай натрий қышқылы, неше түрлі сонымен толтырылған, мысалға емкость, асты жағы. Соның асты жағы арқылы сол вакуум тұтандырғыш турбиналар арқылы мына жіберіледі газ, электризация етіп, вакуум ары қарай үстіге турбиналар арқылы мына оң жағындағы мынау. Бұл табиғи уранға жіберіледі турбиналар арқылы. Табиғи уран және бұның ішінде 9 емкость бар, уранмен істелінген. Көбінесе сіздер білетін шығарсыз, егер білмесеңіздер, мына ащы судан тұщы су жасайтын атомный электростанциялар бар, біле берсеңіз. Сол сияқты соның тәсілін қолданып, вакуумнан таза ауа тікелей жасай алмайсың, бірақ көмір қышқыл, көміртегі жаңағыдай сол газдалған күйінен уран арқылы, негізі мынау су, егер де көрсеңіз, енді қоспа ғой, бұл уранның өзі атом электростанцияларды судың ішінде болады, бассейндардың. Сол сияқты 9 бассейн емкость болады, соның ішінде жаңағыдай урандар кем дегенде бір 20 шақты уран капсулалар болады. Солар вакуумды ауаға зат алмасу арқылы вакуумна воздушный преобразование болады да. Содан мына қайтадан сол жаққа қарай турбиналар арқылы бұл шахты, ауа шахтысы, бұл кеменің негізгі жаңағыдай воздушный шахталар ғой, соларға жіберіледі ауа. Бұл уже оттегі мына жерде. Бұл ауа жылыжайы деймін, теплицалар. Бұл жерде ағаш отырғызылады. Өйткені өзіңіз білесіз, ағаштар көп оттек жаңағыдай оттек өзіне бөледі, жаңағыдай выделять етеді кислород. Сондықтан бұл жерде бір 10-20 сотықтай ағаш отырғызады, және неше түрлі өсімдіктер оттек көп бөлетін құрамында фотосинтездің, енді ол биология жағынан ғой, мен оны анша үйтіп не істемеймін, жаңағыдай қалай десе болады, анша үйтіп беріліп айта алмаймын енді қазірше бұл
чертеж ретінде, схема ретінде ғана көрсетіп отырмын сізге. Бірақ егер де бұл жүзеге асса, бұл ойым, өзім идеям мысалға, ертең ғарышқа ұшатын кемелер, енді болашақты бәрібір ол неизбежность дейді ғой, оның бәрі соны келеді. Соны 20 жыл болсын, 50 жыл болсын, бәрібір кейін соған келеді. Енді өздеріңіз фильмдерден көресіздер, мына роликтерден көресіздер, ғалымдар неше түрлі нәрсені ойлап жатыр. Мысалы, зымырандарды неше түрлі жаңағыдай мықты қылып жасап жатыр. Робототехника, киберстроительство, киберспорт, жаңағыдай көп нәрсе өзгеріп жатыр ғой, өздеріңіз байқасаңыздар. Сол үшін мына болашақта осы елден артында қалып кетпей, мен осы қазақ елімде бір дамыған елдің, мысалы, ғарыш державасы болсын дегім келеді. Енді осы өзім сөйтіп тілеймін да, сондай, және соған қол жетімді болсын деп өзім жаңағындай осындай нәрселерді қолға алып жатырмын да. Егер түсіне білсеңіздер соны. Өйткені айтады, мысалға, ғалымдардың несі бойынша, енді өтірік шығын білмеймін енді, бірақ ғалымдардың пайымдауынша мынандай астронавт, астрофизиктердің жаңағындай айтуынша, болжауынша, осы ертең метеориттер неше түрлі мына біздің планетамызға соқтығысуы мүмкін. Және де мына жаңағыдай зымырандар, ракеталар ұшып жатыр ғой, спутниктерді ұшырып жатыр. Бұл бір жағынан озондық қабат, атмосфералық қабат, мынау стратосфера, ары қарай бөлінеді ғой. Егер де өзіңіз жаңа интернеттен ашып, ғаламтордан ашып қарап көрсеңіз, білесіз, көресіз енді қанша там сфералар бар. Соның жаңа атмосфералық қабаттарды жойылып жатыр. Оны көбісі айта бермейді, бірақ шынымен де солай. Өйткені мына зымыран ұшқан кезде атмосфералық ауа қабатын жаңағыдай зақым келеді. Одан ол ойылып қалады да, ол тез қалпына келмейді. Қаншама қазір ракеталар ұшып жатыр, мысалы, соның орны жаңағыдай ойық болып қалған сияқты да. Бірақ ауада да біз көрмейміз да оны, бірақ ол ойық болып қалады, жара болып қалады. Сондай жаралар көбейіп жатыр. Кезінде оны аталарымыз, жаңағыдай апаларымыз айтып жүр, әбден анау аспанды тесіп бітірді ғой мыналар деп. Енді шынымен де сондай да. Бекер айтпаған екен соны. Сондай проблемалар жаңағы радиацияны көбейтеді. Неге десеңіз, бұл соның ішіне радиация көбейеді. Өйткені сол жаңағындай зымырандар қалдырып кеткен жаралар арқылы, мысалы, атмосферада андай тесік енді шұрықтар арқылы, сол арқылы жаңағындай радиация кіреді. Соның ішіне радиация, өйткені бізге күн түседі, ол атмосфера бізді жаңағындай ғарыштан, бәрінен, жаңағындай радиациядан, күннің мынандай қаттыстығынан, бәр жағынан, суынан болсын, су жағынан қорғайды атмосфера қабат. Сондықтан болашақта, енді мен айтып отқан жоқпын, ақырын заман болады, бірақ болашақ ұрпақтар үшін керек деп ойлаймын осы. Өйткені өзіміздің адамзаттың өзінің ертеңгі болашағы сұрақ болып тұр да. Сондықтан егер де енді білмеймін, енді біреу қолдаса мүмкін, біреудің жағдайы болса, мен енді бұлай мүсіркеп отқан жоқпын. Біреуге масыл болғым келмейді. Жай осын ойымды жеткізгім келеді, осындай пікірім бар.
Сондықтан егерде қазақ елі алға шепте болсын десеңіздер, осындай қолдай алатын азаматтар болса қолдаңыздар. Мен де өзімнің жаңағындай қолымнан келгенше барлық осы енді бір алып баратқан бір данышпан болмасам да, бірақ өз жиған терген бір білімімді, өз ойымды және өз үлесімді осы Қазақстанның дамуына қоса аламын деп ойлаймын. Мен сөйтіп ойлаймын. Ал арғы жағын халық өзі баға береді деп үміттенемін. Оны кейін уақыт көрсетеді. Сондықтан мен алдын ала ештеңе айтпаймын. Тамашалағандарыңызға рахмет. Кездескенше күн жақсы.